Кеш жарық, бүгін мен бір маңызды ақпаратпен бөліспекшімін. Әсіресе тәжірибесі жоқ биыл бітірген түлектер үшін өте маңызды болары сөзсіз. 1.90 аяқталғаннан кейін міндетті түрде ақырындап сабақтарыңызға қатыса бастайды. Яғни оқушыларға бейімделу, адаптация дейді, осының бәрінен ақырындап 1.90 ішінде өтесіздер. Осы өткеннен кейін екінші 90-ның басынан бастап міндетті түрде сабақтарыңызға қатысады. Сол уақытта біле жүргендеріңіз абзал. Ал кейін таман бұл ақпаратты сіздер қазіргі өрлеу ЦПМ-нің курстарынан барып оқып біліп алатын боласыздар. Әзірше мен сіздерге бастапқы ақпаратын беруді жөн көріп отырмын. Әрбір сабақтың өзінің қымыжысы болады, иә? Қымыжы дегеніміз бұл қысқа мерзімді жоспар. Осы қысқа мерзімді жоспардың ішінде оқу мақсаты деген болады. Бұл оқу мақсаты сабақтың мақсаты, яғни сіз сол сабақта қандай нәтижеге жетесіз деген сұраққа жауап бересіз ең соңында. Енді сабақтың оқу мақсаты мына оқу жоспарынан алынады екен. Мен сіздерге тек 6-шы сыныптың ғана оқу жоспарын көрсетпекшімін. Ашып дайындап қойдым. Қарап отырсаңыздар, иә, міне бұл оқу мақсаты, астына түсеміз. Мысалға айтатын болсақ, бірінші бөлім Қазақстандағы көрікті жерлер 8 сағат деп тұр. Осы бөлім бойынша қандай оқу мақсаттары жүзеге асырылады? Міне көрсетілген. Осы оқу мақсаттарынан басқа мақсаттарды алуға болмайды. Яғни бұл бірінші бөлімге байланысты оқу мақсаттары берілген екен. Сіз мына оқу мақсатының әрқайсысына жетуге тырысуыңыз керек. Мысалға алатын болсақ, 6.1.1.1 мәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені болжау дейді. Енді осы оқу мақсатына байланысты сіз сабақ жоспарын құрастырасыз. Сабақ жоспарында сіз осы мақсатқа жетуге бағытталған, осы мақсатқа жетуге арналған әдіс тәсілдер арқылы қымыжы құрастырады екенсіз. Алып көрейік. Мен тек қана мысал көрсетіп отырмын. Енді бұл жерде сіздерге көмекке келетін осы оқу жоспары. Қараңыздаршы, міне болжау деп тұр, жаңағы біздің мақсатымыздың негізгі етістігі болжау дегенмен аяқталған болатын, иә, міне тұр. Қарасаңыздар, енді мына жерде осы оқу мақсатына сәйкес қандай әдіс тәсілдерді қолдануға болатындығын үлгі ретінде көрсетіп қойған екен. Келесі оқу мақсатын көрсетейін сіздерге. Мысалға алатын болсақ, мысалы ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану дейді. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Бұл 6.2.2.1. Оны қалай іздейсіздер? Міне істейміз. 6.2.2.1 деген оқу мақсаты болу керек. Астына түсеміз. 6.2. Қазір міне міне 6.2.2.1 міне тұр. Оқу мақсаты тұр. Оқу мақсатына жетуге бағытталған үлгі тапсырмалары да міне дайын берілген екен. Ешқай жерден іздемейсіздер. Осы жалпы осы әдіске, осы көрсетілген әдіс тәсілдерге байланысты осыған ұқсас тапсырмаларды құрастырсаңыз болады екен. Сонда сіз міндетті түрде өз сабағыңыздың мақсатына жететініңіз сөзсіз. Әрі қарай көрсетпей қойын, бұл жалғаса береді, яғни сонау 4-ші 90-ға дейін жалғасқан екен. Егер бейне жазба сіздерге пайдалы болса, лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Енді болашақта бұл оқу жоспарымен қалай жұмыс жасау керек, оқу мақсатымен қалай жұмыс жасау керектігін барлығын сіздер болашақта неше түрлі курстардан оқып үйренетін боласыздар. Сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Талмай еңбектенетін болсаңыздар, шебер мұғалім дәрежесіне жететіндеріңізге мен анық сенемін. Сау болыңыздар.